екінші сұрақ, кім жақсы көресің? Ал, жібер тағы. Мен Дерский, Данияр, Дарабоз, Одинокий, Тигр, Наиман, Садыр, Том, Чакматай, Караю, Каракаскар, Карапель, Черный крокодил, Черный жираф. Кувалда, а? Якайся! Өзімнен жасаған жігіттен дейді, туудың қажеті жоқ деп ойлаймын дейді, неге алдыртып тастамадың дейді. Енді қате сияқты, баланың ешқандай кінәсі жоқ. Ол жауапкершілік алмаса да, бұл балаға жауапкершілікті мен аламын, мен білесіздер ғой енді. Былай бүйтіп қатал болып көрінгенмен балаға келгенде жүрегім жұмсақ екен. Сәнім, қыз бөпе керек па, бала бөпе керек па? Қыз бөпе керек дейді, берсегендер. Мен шығып бара жатырмыз. Айна қимылап кеткен. Осы екі машина болып қазір адам баласы бармайтын жерге бара жатыр. Бәріне сәлем, қайырлы күн. Бүркіт жауап бер. Бір көрсем болды ма? Оғызын көр. Пингвинім менің, пингвинім. Қазір бұл кісі андай нервный уақытта жүр. Еліміздің бетке ұстар үтіктанушысы. Үтіктеуден жарыс болса бірінші орын алады. Как у вас настроение, мама? Үтіктетіп қойшы қақ нәрсе болды. Мә, үтіктетіп қойшы дейді. Үтікті бермейді өзі. Құдай бере сағана, осы тәтті балана. Тамбаттас, сүт тамбаттас, омаритош какакош. Дәу папасының витамины де. Екі қыз қазір тамақты дайындап жатыр. Біз соны не істейміз тамақты? Омар? А? Жемейміз? Оннан мен осы Индияға кино қашып кетіппін типа. Индияда кино дайын тұрады екен да түсірілетінші. И мен соны көп кино әлем бойынша түсіріп, соған қашып кете салады екен да. Мен түсе салады екен да, короче. Не деген ақымақ. Асықпаңдар, бәріне кезек келеді. Кезекпен жайлап кинома түсіп келем, ұрып алам аналарды. Сөйтіп басқа жұмыстарымыз кезек, очередь. Сосын бетіңе не болған, бабыр ұрды ма деген бір ақмақтау әңгімелер болады, обязательно. Соларға айта кетейін. Бұл грим киноға түсіп жатқандықтан, сондай бір сахна болғандықтан, осылай қан сияқты бояп тастайды. Сол үшін достар, бұл сұрақты қоймауға өтінемін, жалынамын, жалбарынамын. Достар, егер осы жандарға, міне мынандай жандарға әдемі жігіттер, қыздар бар, соларға келіп танысқыларыңыз келсе, үміткер болғаныңыз келсе, мен қазір сіздерге Инстаграм парақшасын тастап кетемін, сол жаққа хабар. Мұнда сұрақ келіп тұрды. Нұржан, Әркеннің Нұржанға деген ойы жақсы ма, әлде жек көріп кеткен ба дейді. Жек көріп кеткенде максимально жібердік біріміз. Тек жақсы араласып қалайықшы дедік болды. Ондай болады дегенге сенесіз ба сіз? Жақсы көрген адамдар дос бола ала ма? Мен сенем, бұрын сенбейтінім, қазір сенем. Бір ортада отырғаннан кейін, бәрібір дым шықпайтын болғаннан кейін дос болып қалған дұрыс. Сезім жібермейді ғой бірақ әлі де. Сіздерде жоқ деп айта алмайсыздар. Сезім деген ол сыйластық, басқа тұрған сезім керек жоқ. Келдім енді, кішкене осындай образ, бұл образды қарап, мынау да киіп апты енді. Костюм өлтіріп жүріпсіз. Күздің мына күнінде қоңыр түсіп еді, кәдімгі үйлесіп кетті. Әдем болып тұр. Я тебе сейчас это в эфире скажу. Правда говорю, не шутя. Тоха? Я что сделал? Что ты? Слышь, мама? Я не могу ругаться с ним, когда камера включена. Шаңызға қайсыздар? Ұйқыдан тұрдым. Әлі ауырып қалыпты. Укол алып отырмын. Сосын шыққасын барсам бола ма депті. Жақсы дедім. Соны сағатқа қарасам Айлараны алатын уақытта болған. Мамама звондасам, Гүлдар Хатунға звондасам. Айлар әкеше өзінің әкесімен сөйлесіп отқан, соған алып кетті деп айтты деп. Оны алып кетуге рахмет кеткен ау. Енді ұйқыдан тұрып жатырмын. Шай ішіп аламын. Ұйқыдан тұрған кезде негіз көбіне тамақ жемеймін да. Қазір вообще жеуден қалып жатырмын. Кеше жадырап айтады, қасқа көзің шүңіреп бетің қалыпты дейді. Срок жақындағасын дейді, аппетит қашып не істеймін да.
кешегі түндегі салып жіберген постымдағы комментарийді оқып, түнде сол салғаннан бастап комментарийді оқып едім. Содан көзіме жас тұрмай сендердің жазғандарыңа кірпіктерім бәрін түртіп тастадыңдар. Кешегі кірпіктерім бәрі емес пе? Тұрған аэропорттан самолеттен түскен кезде кірпікпен тұрдым ғой мен негізі. Сол сендердің комментарийларыңды оқимын деп кірпігімнің бәрі түсіп қалды. Атақ хабарласып жазып сандап отқан жақындарым көп қой. Сөйлескен кезде сөйлесейік, шайға шақырып отырған туыстарым, тумаластарым, достарым, жақындарым көп. Көңіліңді бөлек, айтқан келсе, ақтарылған келсе деп жатқандар көп қой. Бірақ мен өйтіп адамның алдында ақтарыла алмаймын. Білмеймін, жаратылыс сондай ма? Біреуге айта алмаймын. Осылай сөзбен айта алмаймын біреуге. Бәрін жазам. Тек жазып қана не істей аламын да, шығара аламын да, білмеймін енді. Ол жақсы қасиет, жақсы қасиет шығар, мүмкін. Біреудің алдында көз жасымды вообще көрсеткім келмейді мен. Көз жасымды жаңағы андай қайтсам болады, қайғырған эмоциямды біреуге вообще көрсеткім келмейді. Жұптардың кездесуінен қалып қалдыңдар ма сөйтіп? Кеше Жұптардың кездесуінен қалып қалғанда негізі бәріміз бір группада болдық. Бәріміз жиналамыз ғой деп. Одан кейін кеше технический эфир болмады ғой. Сол болмағаннан кейін мен ойладым ертең демаламын деп ойлап жүрсем, менде жұмыс күні екен. Ұмыт кеткен, барам деп жүріп, ертең ойбай менде жұмыс бар екен ғой деп есіме түсті. жұмыс пен жалпы жұптық өмірді қалай бірге алып жүрсің? Үлгеріп жатсың ба? Негізінде шынымды айтсам кішкене шаршап жүргенім бар. Приветики всем. Сегодня я или Моана, или Шакира, не знаю. Вся в черном. Образ у меня тоже сегодня черный. Барлық қыздарға не айтып жатсың? Барлығын емес. Просто маған таңда Жұбы бар қыздарға ғана ма? жұбы бар қыздарға айырылыстырайын деп едім ғой барлығын. Менде пара жоқ, оларда да болмай ақ қойсын деген сияқты. Шутка ғой. Қатырасыз, күшті сұрастырып қойған. Секрет па? Секрет? Жоқ, секрет емес, просто таңда андай психология бойынша неше түрлі нәрселер талқылағанбыз, соны инсайттарыммен бөлісіп жатқанмын ғой.